Үй жағдайында сырок дайындаймыз. Егер балаңыз творог жемесе, осындай сырок дайындап берсеңіз болады. Ыдысымызға творогымызды салып аламыз. Творогтың үстінен өзіңіздің қалауыңызша бал саламыз. Мен 2 ас қасық бал салдым. Массаны жақсылап блендерлеп аламыз. Сыроктың формасына келтіріп, осылай ыдысымызға салып, ыдысты морозильникке 15-20 минутқа салып қоямыз. Ол уақытта қантсыз шоколад пен кокос майын қосып, ертіп аламыз. Микроволновкада ертсеңіз болады, немесе водяной баняда. Морозильниктегі творогымызды шығарып, шоколадқа осылай аунатып аламыз. Дайын сыроктарымызды шоколад қатқанша холодильникке 15 минутқа салып аласыз. Осымен біздің сырогымыз дайын. Дайындап көріңіздер, ас болсын.